Так, балық жаны суда. Жалпы адам қашан өзін жақсы сезінеді? Ол өзінің сүйікті ісін, өзіне ұнайтын нәрсені жасаған кезде ғана, иә? И ол нәрсені табу үшін адамдар әртүрлі өміріндегі көп жұмыстар істейді, көп нәрсені қолына істеп көргісі келеді. И соған байланысты тағы осындай бір жақсы нәрсе бар еврей халқының практикасы. Олар балаларын 30 жасқа дейін әртүрлі, яғни швейцарский стол дейді ғой, әртүрлі секция, әртүрлі нәрселерді көруге бағыттайды. Және 30 жасқа дейін оларды өздерін раскрывать етуге дейді ғой, яғни уақыт береді. Біз сияқты емес, там 22 жаста миллионер бол, квартира ал емес, олар бір 30 жасқа дейін определенный уақыт береді. Және де мен өзімнің кейсімді айта салайын өмірімнен да. Мысалы, мен ең бірінші осы банкке жұмысқа тұрған кезде маған жұмыс қызық болды, бірақ түсініксіз қиын көрінді. Менің енді сол қызығушылығымның арқасында маған вообще жұмыста не ұнайтын, маған андай бір стрессовый ситуациялар шешкен ұнайды. Мысалы, маған өзіме, то есть мен содан кайф аламын, былай айтқанда. То есть звонки, там хабарласады, сондай бір нәрселер. Мысалы, маған сол ұнайды. Сондықтан да мен ойлаймын, әркімнің әртүрлі қабілеті бар, әркімнің әртүрлі жолы бар. Сондықтан да оны жаңағы еврей халқы секілді 30 жас болсын, 24 жас болсын, 50 жас болсын, ешқашанда кеш емес. Сондықтан да енді осы залда отқан әрқайсымыздың әртүрлі қабілеттеріміз бар, соны ары қарай дамытайық, өсірейік. Сондықтан да көп рахмет.